Қайырлы күн, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Біз бүгін орыс тіліндегі сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгін мен сіздерге орыс тіліндегі тәуелдік есімдіктерін түсіндіргім келіп тұр. Яғни тәуелдік есімдігі менің деген сөзді біз онымен танысамыз, және ол родқа байланысты зат есімнің родына, сосын числосы деп айтамыз, көпше түріне, жекеше түріне байланысты қалай өзгереді екен, соған біз бүгін мысалдар келтіреміз. Мысал үшін қазақ тілінде менің үйім, менің әкем, менің балаларым, көпше түрде бәрін менің деп айтып тұрмыз. Ал орыс тілінде бұл өзгереді. Менің әкем дегенде, әкем деген сөз мужской род болса, ол басқа окончаниені қабылдайды. Мысал үшін менің әкем, мой отец. Кто? Мой отец именительный падеж. Біз бүгін кто, что деген сұраққа жауап беретін тек қана именительный падежді өтеміз, сосын барып ақырындап родительный, творительный, предложный падеждерді ақырындап қосамыз. Бүгін именительный падежбен нетіп алайық, түсініп алайық падежді. Енді бүгінгі менің сабағыма қазір осы бизнес бастауда менімен бірге оқып жатқан шабандоздар сіздерге көмекке келеді. Қане соны тыңдап көрейік. Так, сонымен бизнес бастаудың шабандоздары қазір өздеріңіздің істеп отырған тірліктеріңізді бір 5 минутқа тастап, менің YouTube-тағы тұрақты көрермендеріме көмектесіп жүріңдер, орыс тілін оқу туралы. Мен бұларды өздеріңіз көрдіңіздер ғой, бәрі табиғи. Мен бұл кісілерге ешқандай ескерту жасаған жоқпын. Қазір қалай болады, солай болады сабақ. Сонымен бүгінгі сабақ орыс тілінде тәуелдік есімдіктері. Білесіңдер ғой да, притяжательное местоимение. Именительный падеж дей аламыз. Именительный падеж қандай сұраққа жауап береді, Елнұр? Кто, что, кім, не деген, Енді жаңағы менің деген сөз орыс тілінде родқа байланысты неше род бар? Қандай? Мужской, женский, средний. Мужской родтың окончаниесі қандай? И болады, и немесе без окончания, мысалы үшін шкафта окончание бар ма? Жоқ. Шкаф бітті, окончание жоқ. Немесе и болады, мысалы үшін иге байланысты айтыңдаршы бір сөз. И бар, имен аяқталатын. Жақсы, жарайды. Жақсы, менің хорошо, ол сын есім, жақсы. Енді маған айтыңдаршы, менің шкафым деген қалай болады? Мой шкаф. Бітті, міне, менің шкафым, шкаф деген мужской род болғандықтан, менің деген мой болды. Енді маған женский родқа бір сөз айтыңдар. Женский род яға, аға аяқталады. Қане, бір сөз айтыңдар. Красивая кто, что? Девушка. Жақсы, красивая девушка, женский род. Енді менің қызым деген қалай болады? Моя дочка. Егер туған қызыңыз болса, ал сіздің дружить етіп жүрген қызыңыз болса, моя девушка болады. Дұрыс. Моя девушка. Моя девушка. Так, мысалы үшін сен Дәулеткерей сен айтсаң, мысалы, мысалы үшін Эльвира менің қызым десең, қайтып айтасың? Бұл просто мысал, мәз болмай қойыңдар. Эльвира моя девушка. Ал Эльвира, Нұрбақыт менің досым, дос болып жүрген дегенді қалай айтасың? Эльвира деді, Нұрбақыт мой друг. Мой друг. Көрдіңдер ма, балалар, қыз бала айтып отырса да, Нұрбақыт ұл болғандықтан, Нұрбақыт мой друг болады, Сен қыз болғандықтан, Нұрбақыт моя друг деп айтпайсың, Ана адамның, Жақсы, енді средний родқа бір сөз айтыңдар маған, средний родқа. Средний род қандай? Еға бітеді, еге аяқталады, солнце, немесе солнышко. Средний род. Яғни, менің күнім қалай болады? Мое солнце. Мое солнышко. Хорошо. Енді орыс тілінде тек қана көпше түрде қолданылатын сөздер бар, олар қандай сөздер? Тек қана көпше түрде қолданылады. Мысалы үшін, мынау не? Мынау? Очки. Очок деп айтпаймыз ғой? Очки болады, тек қана. Очки. Енді менің көзілдіргім дегенді айтыңдар ал. Менің көзілдіргім қалай болады? Мой очки. Неге мой очки емес? Неге мой очки емес? Мое очки болмайды. Мой очки болмайды. Қандай? Қандай болады, Эльвира? Айт, Эльвира. Айттың ғой, қалай айттың? Мои очки. Мои
очки болады. Өйткені көпше түрде болғанда майы дейміз. Майы деп айтамыз. Ал Нұрбақыт майы қалай жазылады? Бір и басы түртіле ма, түртілмей ма? Түртілмейді. Егер басы түртілмейтін болса, оны и деп айтамыз. Ал басы түртілетін болса, и деп айта саламыз. Жақсы. Енді шалбар орысша қалай шалбар? Брюки. Қалай болады? Дәулеткерей, менің шалбарым қалай болады? Майы брюки. Өйткені көпше түрде. Жақсы. Мадина, ал сен айта ғой. Менің шашым ұзын деп айтшы. Можно меня Мои волосы. Мои волосы длинные. Волосы, Мадина, бізде көпше түрде, волосы. А қазақша біз шаштары деп айтпаймыз, қазақша шаш деген сөз тек қана единственный родта қолданылады. Мысалы үшін, Эльвираның шаштары ұзын демейміз ғой, Мадинаның шашы ұзын дейміз. Тек қана көпше түрде, жекеше түрде қолданамыз. Ал орыс тілінде бұл тек қана көпше түрде болады. Яғни, мои волосы длинные, моя волосы, немесе моё волосы, немесе мой волосы емес. Так, қане, Марат айтады, менің мұрным әдемі деп айтшы, Марат. Мой нос красивый. Мой нос красивый. Жақсы. Ал енді келісті айтады, менің еріндерім әдемі деп айтшы. Можно я айтайын? Моя губы красивая. Дұрыс, губы дедің, ол көпше түрде тұр. Неге оны мая деп тұрсың? Губы қандай болады? Мои. Да. Красивые. Да, действительно келісті, у вас губы красивые. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі сабаққа рахмет. Келесі жолы тағы да мен сендерді осылай ұстап аламын. Сонымен балалар, бүгінгі орыс тілі сабағы бизнес бастаудың шабандоздарының қатысуымен болған орыс тілі сабағы осымен тәмам. Осы сөздерді жазып алыңыздар жаңағы. Және мен қазақша қазір сөздер айтам, соны орысшаға аударып, пікірге жазыңыздар. Мен тексеріп, дұрыс емес деген сіздерге айтам. Мысал үшін, менің көзілдірігім дегенді айтыңыздар. Менің сағатым, сағат деген орыс тілінде қандай неде қолданылады? Часы, значит, ол қандай? Вот соны менің сағатым деген жазасыздар. Сосын менің тісім деп бір тісті жазыңыздар. Сосын менің тістерім дегенді жазыңыздар. Сосын менің үйім дегенді жазыңыздар. Менің ата-анам дегенді жазыңыздар. Осы сөздердің бәрін аударып комментке қалдырыңыздар. Сабақ ұнап жатса лайк басамыз, ұнамаса былай да баса беруіңізге болады. Сосын аямай пікір жазып жүрсеңіздер, мен өте қуанышты болар едім. Сонымен менің шабандоздарымызға рахмет.